дәріптеу мақсатында мақал сөздің мәйегі жұмбақ, сөздің қазығы атты білімдер сайысына қош келдіңіздер. Жарысымызды бастамас бұрын мақал, мәтел, жұмбақтар туралы қысқаша тоқталып өтейін. Мақал деген айтылар ой анық жеткізіледі. Мәтелде айтылатын ой жасырын айтылады екен. Ал балалар, енді жұмбақ дегеніміз заттың өзін айтпай, оның сырт белгілерін жұмбақ болып отырған затқа ұқсас заттармен сипаттайды екен. Өніміздің барысы мәтел сөздің мәйегі, жұмбақ сөздің қазығы. Біз балалар екі топқа бөлініп ойнаймыз. Сұңқарлар тобы және тұлпарлар тобы. Ойынымыздың барысы 4 бөлімнен тұрады екен. Ойлы болсаң, озып көр. Мақалдарды айтып жарысады екенбіз. Екінші бөлім тапқыр болсаң, тауып көр. Берілген жұмбақтарды шешеді екенбіз. Мен айтам, сен жалғастыр деген үшінші бөліміміз. Төртінші бөліміміз жаңылтпа. Бәйгеге бірінші айналым балалар. Ойлы болсаң, озып көр. Елдің көркі күліші, жердің көркі. Отан қуат, отбасы шуақ. Жалғыз жер көп. Жүрін түтінді татым. Досы көпті зауамайды, ақылы көптің дауамайды. Әді үйде отық сатпайды. Білімді өзі қағазда аты қалады. Елдің аты еңбек қалады. Олар бізде екінші бөлім жұмбақ, шешу бөлімі тапқыр болсаң тауып көр деп аталады. Мына жерде балалар өздерін қалаған бір асықты аласында, сол асықтың астында жұмбақ жасырып тұр. Біз жұмбақты айтамыз, сендер жұмбақтың шешуін табу керексіңдер. Жұмбақ жасырылып тұр. Жұмбақтың жауабын алдияр шеше алмаса, немесе сұңқар тобы шеше алмаса, тұлпар тобы ұпай алып кетуге болады, жұмбақтың шешуін тауып. Мен қазір жұмбақты оқимын. Бірінші сұңқар тобы жауабын айту керек. Қардай аппақ, балдай тәттақ. Керемет. Екінші. Қада жүр шапқылап, керемет бір саққылап. Керемет. Қос атты, көктем шыға босаттым. Жұмбақ шешуі не екен? Шанам. Керемет. Қашады, суға салсаң қашады. Сағын. Керемет. Бірінші. Бізді батыр, жолдандып жатыр. Жұмбақ. Бағдаршам. Керемет. Мойын екшек, қатпар теп бір шек. Домбыра. Жарайсың. Сында мүйізі бар, үстінде киізі бар. Шиыр. Жарайсың. Қызыл, сары, жасылды, көкте бір зат асылды. Кентуса. Жарайсың. Ал Нұрәлидің жұмбақ. Күнде оған қараймын, қара шашымды тараймын. Айна. Керемет, тамаша. Үшінші бөліміміз қолымыздағы текше арқылы мақал мәтелді жалғастырамыз, е? Мен бастаймын, сен аяқта дейін. Қоңыр түс, келем. Теріп ал, бала жапырақ. Тілі бол. Көз қоғақ, қол батыл. Ер ішіп алтын бесік. Жетірет өлші бірлет кес. Қашқы ашты, қашқа ашық, қашқы ашымаға ашпа.